Соңғы 3 жылда аймақтағы өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласы 1,5 есе өсті. Облыста 64 мыңға жуық тұрақты жұмыс орны ашылды. Осылайша халықтың тұрмыс сапасы біртіндеп жақсарып келеді. Әрине, өңірді дамытуға мемлекет барынша күш салады. Түйткілдер әлі аз емес. Әсіресе әлеуметтік салада мәселелер бар. Дегенмен ең бастысы жергілікті жұрттың ынта-жігері. Бұл жағынан түркістандықтар өте белсенді деуге болады. Оңтүстік тұрғындары еңбекқор халық. Сіздерге ауызбіршілік, әр істің көзін таба білетін іскерлік сияқты жақсы қасиеттің бәрі бар. Күзде қалай болып тұр, көктемде қалай болып тұр, жазда қандай, қыста қалай? Зерттеу жүргізу керек.